Халал инвестицияны нөлден бастап жасауға арналған 3 қадам. Мен Олжан Маратқызы, халал трейдинг эксперті. Дәл қазіргі уақытта сіздермен нарықта, жалпы биржа әлемінде халал түрде инвестиция жасауға арналған 3 қадамды қарастыратын боламыз. Ең алғашқы бірінші қадам, яғни біз трейдинг, ол жалпылама түрде 4 нарық қарастырылады деп айттық. Соның бірінші қадамы, сіз халал түрде инвестиция жасағыңыз келсе, дұрыс нарық таңдауыңыз керек. Яғни дәл қазіргі уақытта біздің шариғатымыз рұқсат беріп тұрған нарық, олар құнды қағаздардың нарығы, яғни акциялардың нарығы. Сіз халал инвестиция жасауға бірінші қадамыңызды осы акциялар нарығын таңдасаңыз болады. Екінші қадам, яғни дұрыс брокерді таңдау. Сіздермен қарастырғандай CFD және реал типті 2 брокер бар нарықта деп айтқан болатымыз. Егер сіздің жасаған саудаңыз жалпы инвестицияңыз халал болсын десеңіз, сенімді болсын десеңіз, онда CFD емес реал брокерді таңдағаныңыз өте дұрысырақ болады. Үшінші қадам, дұрыс нарық, дұрыс брокер таңдалғаннан кейін міндетті түрде халал, дұрыс акцияны не болмаса ETF-тарды таңдау арқылы сіз осы 3 қадам арқылы, 3 әрекет арқылы халал түрде инвестицияны жасай алатын боласыз. Жалпы нарықтан адал түрде, халал түрде табыс табу жолдарын көріп үйренгіңіз келсе, нарыққа дұрыс қалай қалыптасу керек, жалпы халал мен харамның айырмашылығы неде деген дүниелерді ажырата алмай, не болмаса новичок болып әлі неден бастарыңызды білмей жүрсеңіз, мен 3 күндік тегін мини курсында осы бір дүниелердің барлығын ашып көрсете аламын. Сондықтан осы видеоның астындағы сілтемеге өтіп өздеріңізді алып алыңыз. Өте құнды тегін ақпараттар бар. Сіз үшін қайырлы білім болсын, және де біздің каналға тіркеліп алыңыз. Өте көп пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін.